Мен бір кездері монах, который продал свои Феррари деген мына кітапты оқыдым. Мына күшті кітап. Бұны оқыған адамдар болса, оны біліп жатады, ал оқымаған адамдар болса оқуға кеңес беремін. Осы кітапта неше түрлі жаңағы өмірді өзгертуге өте көп жаңағы ұсыныстар өте көп та. Соның ішінде бір несі маған өзіме бір көңіліме жаққан, бірақ мен оны жасай алмадым. Бұл ритуал розы деген бір несі болды. Бұл не үшін жасалу керек? Бұл жасалу керек мақсаты біздің миымызды сосредоточить дейді. Бір неге алып келу ғой, бір жерге жинау да ойды ше. Біздің ойымыз шашыраңқы, ойымыз бөліне береді. Қазір мысалы инстаграмға қарап отырсаңыз, инстаграмда неше түрлі тикток бар, алдына өзгеріп отырады деген сияқты. Сол сияқты біздің ойымыз вообще шашыраңқы негізінде. Миымыз бір жерге жинақтау өте қиын да. Сол үшін бұл осындай ритуалды ұсынған еді. Ол ритуалда кәдімгідей 20 минут розаға қарап отырасыз. Кәдімгі розаның өзіне 20 минут қарап отыру деген сөз. Ойлаңызшы, осындай ритуал болатын. Бірақ мен оны сіздерге айтайын, жасап көрген жоқпын. Сонда деймін да, осындай сосредоточить ету үшін миды, ойды бәрін бір жерге жинақтау үшін да. Ал сондай жаңағы нені мен қазір Меринкс компаниясынан таптым. Бұл деген бізде витамин В деген мынандай витамин бар. Мына витаминде бұл біздің миымызға қорек, мидың жаңағы жұмысына, мидың жұмыс жасауына да, және осы жаңағы ойды жинақтауға, концентрация дейді, сосредоточить дейді. В общем, сол жаңағы айтқандай мидағы ойларды жинақтауға өте күшті пайдасын тигізеді. Аллаға шүкір, осы витаминді ішкенім осы бірінші майдан бері мен өзім қазір сол жаңағы нәрсені қазір көріп жатырмын. Бұрын жаңағы ойым шашыраңқы, бір нәрсені бір жерге алып келу қиын болады еді. Қазір осы витаминнің арқасында керемет ойлар келіп жатыр, керемет идеялар келіп жатыр. Сондықтан мен сіздерге осы витаминді ұсынамын.